Тағдыр олардың басына жоқшылық пен жетімдікті, қан кешкен сұрапыл соғысты жазса да, олардың бойындағы ізгілікке толы махаббат дейтін ұлы сезімді өшіре алған жоқ. Қазақтың тағдырына ауыр қасірет әкелген 30-шы жылдардың кермек дәмін татып, енді ғана ес жинағанда басталып кеткен екінші дүниежүзілік соғыс оларды майдан шебіне аттануға мәжбүр етті. Оқ пен оттың арасында әділет үшін күрескен жаны нәзік жас жігіт Әзілхан Нұршайықов қан майданның өтінде зеңбірекші болды. Ол мәңгілік махаббатты жырлады. Қалың оқырманға кеңінен таныс, махаббат қызық мол жылдар, мәңгілік махаббат жыры сияқты туындысымен танылған жазушының жан әлемі мөп-мөлдір. Сүйіп қосылған жары Халимамен қалай танысқанын жазушы кіршіксіз сезіммен естелік қылып қалдырған. Атам мен әжем жастық шақтары, жас кезіндегі бастап кешкен оқиғалары туралы. Сол кездегі махаббаттары жайлы атамыздың естелік болып шыққан кітаптарынан ғана оқыдық. Мен дүниеге келгенде атам 65 жаста, әжем 61 жаста еді. Сондықтан жастық шақ туралы әңгімелерің олар күнделікті өмірде кішкентайлармен бөліспейтін. Бірақ атам әжем Халиманы сұрапылда отты соғыс жылдарында кездестіреді. Соғысқа аттанғанда әжем небары 16 жаста еді. Кейіннен оны Мәскеуге жұмысқа жіберді. Атам мен әжем 2 жыл бойы үзбей хат жазып тұрды да, соғыстан соң бірден бас қосып шаңырақ көтерді. Алматыдағы оқуымды ғашық болған қызым Орынкеш үшін Семейге ауыстырдым. Бірақ Семейге барғанда Орынкеш менен қашқақтап, кездесуден бас тартты. Сонда жылағаным бар. Ал Орынкеш екеуміздің арамызда дәнекер болып, хат тасып жүрген Халимаға кейін өзім ғашық болдым. Біз оқуды бітіріп, майданға аттанып кеттік деп, ұрпақ санасына ізгілік нұрын сепкен өшпес естеліктерін қалдырды. Екеуі соғыс кезінде танысып, содан үйленген ғой. Оғысты фронтта медсестра болған, не болған? Бұл кісі деттомиска. Деуші меді, орысша не деуші еді? Балалар үйінде сөйленген. 30 жылдар не көрмеді дейсің қазақ. Қайтып келсе, әзекең де жалғыз қапты. Әкесі соғысты өлген, ағасы соғысты өлген. Екеуі қосылады ғой содан. Сол бірін-бір Халима апай деген бір керемет адам еді. Әзекеңнің бағып-қағып, құдай-ау, көлеңке түсірмей. Өзінің естеліктерінде де бар, мәңгілік махаббат жыры дейтін кітабы бар Әзекеңнің. Екеуінің арасындағы бүкіл нені айтады. Ойлайсың бір екеу, бір кездегі қозы көрпеш баян секілді немесе бір керемет еке. Өздері жай ғана қарапайым адамдар. Не асқан сұлу кісілер де емес бір-біріне. Өз бір-біріне бақ қосылған орташа қазақтың ұлы мен қызы. Бірақ қандай сыйласып өткен. Жастайынан арманшыл болып өскен Әзілхан қан майданда жүріп Халима екеу үзбей хат алысып тұрады. Соғыс бітіп мәңгілік махаббат алдында бір-біріне айнымас серт берген Әзілхан мен Халима бас қосып, сонау артта қалған қиын күндерін жаңаша тұрмысқа айырбастап, болашақ үшін алдарына биік мақсат қояды. Ол мақсат жазушыны халқының алдында қадірлі тұлғаға айналдырды. Ұрпағына үнемі айтып отыратын өмір сабақтарының бірі қан майдандағы ауыр күндер еді. Бірде біз отбасымызбен бірге саяжайға демалуға бардық. Әзілхан атам сонда соғыс жылдарында басынан өткен бір оқиғаны әңгімелеп берді. Қанды шайқас толассыз жүріп, жау оғы төпелей жауып жатқан жазықпен 2 тонналық зеңбіректі алып өтіп, айналаны еркін шолуға мүмкіндік беретін төбешікке шығаруға қажет болды. Бұл тапсырманың қиындығы зеңбіректің тепе-теңдігін сақтау үшін жауынгерлердің біріне оның оқпасына отыру керек еді. Сонда менің атам еш жүрек сенбестен бұл міндетті өз мойнына алған екен. Зеңбіректі көтере бергенде жауынгерлердің жанына түскен граната жарылып қалды.
Сол кезде атам кім тірі қалған адамдар бар ма деп ойлап, өзінен басқа тек бір ғана солдаттың аман қалғанын көреді. Бірақ ол жауынгер мәңгілік зағип қалып болды. Жастайынан тынымсыз еңбек пен ауыр тұрмыстың күйбеңін бастан кешкен жазушы, халық үшін аянбай тер төккен азамат. Ел алдында жарқырап жүруіне, алға қойған ұлы мақсатын орындауына, әрине отбасындағы жылулық, жар махаббаты, өзара сенімділік ерекше ықпал етті. Ел әзаға деп сыйлаған тұлғаның әдеби ортадан қақпайлау көргені де жасырын емес еді. Саналы ғұмырында аға мен інідей сыйласып өткен жазушы Қабдеш Жұмаділовтің әз-ағаң туралы да айтар сыры адамға ой салады. Әзілхан Нұршайықовпен менің жолымның түйісуі 1970 жылдар болды. Әзекеңді мен бұрыннан білетімін, сырттай. Жақсы журналист болатын, Павлодар облыстық газетінің редактор екен деп еститінбіз. Ол кісі бір тамаша очерктер жазып жүрді басында. Жазған очерктері көркем әңгімеден кем болмайтын. Сондай тартымды, шұрайлы тілмен жазылған, өмірдің жаңа көріністерін, жаңа мәселелерді көтеріп отыратын. Әзілхан Нұршайықовтың «Махаббат қызық мол жылдар» романы жарыққа шыққанда мыңдаған оқырман ізгілікке мойын бұрып, мәңгілік махаббаттың осынау ғаламат күшіне еріксіз иланғаны бар. Қаламнан осындай ізгі шығарма туған әз-ағаңның биік махаббаты асыл жарының ықыласы мен сүйіспеншілігінен бастау алған. Сол кезде мен ең бір қиын деген кітаптарға, қол қойылу қиын, сараптау қиын деген кітаптарға, цензурадан өтуі қиын кітаптарға қол қойып жүрдім. Атым шықты содан. Жақсы редактор, батыл редактор деген. Сол дақпыртпен болды ма? Әзекең алғаш рет бұрында кітаптары, очерктері шығып жүретін. «Махаббат қызық мол жылдар» дейтін романы шыққан. Әсіресе жастар сүйіп оқитын. Ол кісі соғыстан кейін келіп, өзі марқайып кеткенде келіп Казгуға түседі ғой. Сол студенттік шақты суреттейді. Әз-ағаңның халықтың жүрегінен орын алған сүйікті де сүйкімді романның аты «Махаббат қызық мол жылдар». Ұлы ақынның жалғыз жол өлеңі әрі ат, әрі халық жүрегіне апаратын жол ма деп те қалам. Бұл романды қара сөзбен жазылған махаббат туралы поэзия десек те артық емес. Осы романды жұрттың жабыла оқығанына мен өзім куәмін. Өз басым романды бірнеше рет оқыдым. Әр оқыған сайын сол кітапқа кірген геройлар менің туысымдай болып кетті деп қазақтың көрнекті ақыны Тұманбай Молдағалиев шын бағасын берген. Бір оқыған достары бәрінің аттарын өзгертіп алған. Мырзабек Дүйсенов бар, оны Жомартбек деп атайды, тағы сол сияқты. Қыздардың, ұлдардың атын өзгертіп алған. Ішінде ғашықтар бар. Бұл кітап өте табыспен тарады. Жастар көп оқыды, осы күнге дейін «Махаббат қызық мол жылдарды» жақсы оқиды. Махаббаттың жыршысы, ұлы сезімге қара сөзбен ескерткіш қойған әз-ағаң өзінің шығармасындағы жаны сұлу кейіпкерлеріндей кіршіксіз ғұмыр кешті. Әдеби ортада аңыс қозғаған тағы бір ұлы шығармасы біраз кедергіге тап келді. Ал енді бірақ Әзекеңді үлкен әдебиетке қосқан, үлкен абырой әкелген кітап Бауыржан Момышұлы туралы жазылған «Ақиқат пен аңыз». 74 жылдар ма құдай-ау. Осы «Ақиқат пен аңыз» деген кітаптың қолжазбасын көтеріп Әзекең келді жазушы баспасына. Қарағым Қабдеш, және мекесің, осы кітапты жақсылап қара.
Саған сеніп әкелдім. Әзілхан Нұршайықовтың Бауыржан Момышұлындай қас батырмен сұхбаттасып жүріп, дүниеге әкелген кітабында шын мәнінде айтылмаған ақиқаттар жазылған еді. Бұл кітап сол уақыттағы аса қатал цензураның қайшысына да ілініп кетіп, соңы дауға ұласа жаздаған. Содан 1 жыл бұрын ба, 2 жыл бұрын ба, жаңағы социалистік Қазақстан газетінің тапсыруыменен Баукеңнен, Момышұлынан сұхбат алуға барады ғой, очерк жазуға. Барады. Баукең әрине кім көрінгенді қабылданбайды. Талай журналист үйінен қуып шыққан қызықтары бар, оны өздерің білесіңдер. Бірақ Баукең міне фронтовиктерге келгенде жұмсақ еді. Әжекең де 5 жыл соғыста болған, зеңбірекші болып соғысқа қатысқан. 101-ші бригадада Қазақстаннан құрылған. Оны Баукең білет. Әжекең міне Мәншік батыр қызымыз Мәншікпен бір ротада соғысқан. Көрдіңіз бе? Соның үшін Баукең Әжекеңді жақсы қарсы алады, жылы қарсы алады, және жақсы сұхбат береді. Сұхбат береді, мол сұхбатқа айналады. Соның үшін ойып алып, социалистік Қазақстанға жаңағы очерк сұхбатты жариялайды. Осыны Әжекең қарап отырса, ар жағында тереңдеп кете беруге болатын сияқты. Баукеңнің айтылмаған талай сыры ар жағында жатыр. Сол бергісінің өзін жұрт, жаңа газетке шыққан сұхбатты жұрт жақсы қарсы алып, қанбай қалып көбі. Апырай, мұның ар жағында көп дүние бар ғой, осының аяқ жағы автор жалғастырса деген оқырман талабы түседі газетке. Содан өзіне де ой келеді. Баукең осы мені жылы қарсы алып тұрған кезде, Баукеңнің тың бақуат кезінде осы сұхбатты жалғастырсам ғой деді. Баукеңе барып келіседі. Бауке, менің жазушылығымды білесіз, журналист екенімді білесіз, өзіңізбен бір майданда соғысқан, соғыстың оғдарының исін искеген адам екенімді білесіз. Осы сұхбатты сізбен ары қарай жалғастырсам ғой деді. Мен бір сұрақтар әкеліп отырайын әр жолы. Сіз жауап беріп отырыңыз. Содан біз бір мұны роман сұхбат, диалог роман, сұхбат роман деген жанрда бір кітап жазсақ дейді. Баукең келіседі. Жазушының кітабына редактор болған Қабдеш Жұмаділов ақиқат үшін өзін құрбан етуге дейін барады. Кітаптағы құнды ақиқаттар күзеліп жатқанына жазушымен жаны ауырғанда осы қаламда сіңіседі. Бірақ мен қол қойып жібергеннен кейін кітап ары қарай бармай өндіріске тұрып қалды. Бас редактордың алдында, директордың алдында, бас редактор Есетау Кубаева деген кісі болды. Директор Әбілмәжін Жұмабаев деген аудармашы, журналист соғысы болды. Есет жалпы бұрын өзі КГБ-де ұзақ жыл шекарада істеген, шекараның майоры болған. Сонымен біздің баспаға келген. Ашығын айтқанда сол баспадағы КГБ-нің оң көзі ғой. Жібермейді. Жаңағы жердің бәрін ұстады. Мынау баруға болмайды, мынау баруға болмайды, анау баруға болмайды. Совет, мынаны оққаннан кейін Совет өкіметі туралы, оның анау армиясы туралы жұрт не ойлайды? Соғыс көзінде бермепті, сурет ұсынса да Баукеңге. Генералдық шен бермепті деген сөздердің бәрі кетуге болмайды. Ойы бәр жерден қызыл сияменен қоршап қойып. Мен бару керек деймін. Мұнаның бәрін жөнде дейді, алып таста дейді. Мен алып тастамаймын. Әжекеңді шақырам. Әжекең келеді, өте сыпайы кісі, өзі ақырын кісі. Үлкен дауға бармайды, себебі осыдан біраз жыл бұрын импар қалған екен. Импар қалған кісі дауыс көтермеу керек, ашуланбау керек, дауласпау керек ешкіммен. Ол кісі біраз айтып береді. Есетау, мен енді көзіммен көрген нәрсе ғой, мен фронтовикпін ғой, мен зеңбірекшімін ғой, бәрін білем ғой, соның үшін жазып отырмын ғой. Десе жоқ болмайды дейді. Жазушы жүрегін жарып шыққан кітап үшін қанша күйзелсе де, тағы да сабырға шақырып, оның көңілін аулаған отбасындағы сүйікті жарының шуақты мінезіне еріксіз бас иесіз. Осындай қиын сәттерде
жақын досы мен сырлас жардың ықыласты көңілі болмаса, ызалы көңіл қалай басылар еді. Әзекең үйіне барып тұрам, Халима апайдың қолынан чай ішеміз екеміз. Әзекең ашумен дүзгірамды да тартып жібереді заһардан. Аллай, бұлар не деген сұмдық. Өз жазғаныңды жібермеу деген не деген сұмдық деп күйінеді. Сосын кітапты жіберді. Кітапты біразын жіберген екен, біразы кітап болып түптеліп жатқан тұстады. Выдырка дейді біздің баспада. Кітаптың бетін жырту. Ана алып қайта теру. Сонда бидіркі жасатты дей. Жіберіп қойып, өздері белгілеп қойып, кейін ұстаймыз. Баспаға шығын келтіретін, атын шығару керек қой. Ойбай пәлен жер ұсталды. Нұршайықовтың кітабын Жұмаділов редактор болған. Пәлен жері бидіркі жасалады, пәлен беті жыртылады. Оны ұстаған кім? Ойбай есаған. Есет Әукебаев. Марқұм мен марқұм болып кетті ғой бірігенді. Жалпы өлген адам туралы жамансыз айтуға болмайды дейді біреулер. Неге айтуға болмайды? Егер ол шынында нашар адам болса. Оның да заманы кінәлі. Өзі КГБ-нің белсендісі болса, ол ешкімнің бетінен қарамайды. Сұрапыл соғысты 30-шы жылдардағы ауыр күндерді басынан кешкен майдангер жазушының бейбіт заманда кітабының жарыққа шығуы қиындап кеткеніне қынжылғаны рас. Заман солай еді. Ол да бір өмірдің өрнектері болып қала беріпті. Әзағаң сол өмірдің өрнектері дейтін естелігінде жүрекке жылу беретін нәрсене махаббат, жүрекке жігер беретін нәрсене достық, жүректі жүдетпейтін нәрсене бірлік, жүрекке жылы тиетін нәрсене кішіпейілділік деп бекер жазбаса керек. Сөйтсем, үшеуміздің де кабишканың ішінде достарымыз бар ғой. Ана кітапты жібермей қалса, Баукөңнің де әрине мінезі не сақыр дейді ғой орыстар. Баукөңнің мінезі қиын, талай адамдар жек көреді, талай адам сөгіс естіген Баукөңнен. Солар бар. Баукөңнің аяғынан шалады ана кітапты жібермесе. Екінші бір тобы Әзілханның аяғынан шалады. Мына кітап неме болып кетуі мүмкін? Өте даңқ болып. Сыйлық алып кетуі мүмкіндер. Екінші редактордың да аяғынан шалып жауға болады. Мұна өрлік бөлескен жаңа шыққан бір бәле Жұмаділов деген. Осының да аяғынан шалып тастамаса, бұл кейін күш бермей кетуі мүмкін. Мені енді жұмыстан шығару керек. Бұлар жаңа жақсы сылтау болды. Мен жаңа выдырка үшін жыртылған беттер үшін баспаның шығыны бар ғой. Соның бәрі редактордың жалақысынан ұсталсын деп. Мен жарты жыл бойы толық жалақы ала алмай жүрдім. Бухгалтерия ұстап қалады жаңағы шығынға. Бірақ мен соны Әзекең айтқам жоқ. Маған сөйтіп жатыр, бүйтіп жатыр, шығынданып қалдым деп өнді ол. Не деп айтам ағаға? Сон бірақ оғысы естіп қойыпты. Біздің редакцияда істеген біреулерден бе, бухгалтериядан бе, қабдештің жалақысынан ұстап жатыр сіздің кітабыңыз үшін. Бала шаға бар менде де чиеттей. Ақша керек қашанда, жарымаған кезіміз әлі. Аты шулы кітап үшін зардап шеккен Қабдеш Жұмаділовтің жалақсыз қалғанын естігенде Әзағаңнан ұйқы қашқаны рас. Өмірде махаббатқа адал адам тірлікке де соншалықты адал көзбен қарайды емес пе? Сон бір күні мен жоқта Әзекең Халима апай екеуі келіп бәйбішесі екеуге біздің үйге, мына біздің үйдегі жеңгелеріне қомақты конверт істеп кетті ақша. Сол ана бухгалтерияға барып есепті етіп, мөлшермен қанша ақша. Соны Әзекең үйге тастап кетті. Сол менің әйелім қуанып отыр, о Әзекең деп көп ақша беріп кетті деп. Бекер алып қалдым ғой, мен өзім болсам алмайтын едім. Қап енді соңынан қуып баратын емес. Жарайды енді бұйырғаны шығар деп оны қалтырдық. Ақиқаттың түбі жеңіске жететіні бар. Көз майын тауысып жазған Әзағаңның еңбегі еленбей қалған жоқ. Жазушылық жолда тынбай еңбек еткен Әзағаңның бар жағдайын жасаған Халима ананың еңбегін көз көргендер тамсана айтады. Бір-біріне 9 жыл ғашық болып,
54 жыл отасқан Әзілхан мен Халиманың бақытты ғұмыры шынымен де мәртебелі сыйлық пен атақ даңқтан да биік шығар. Кейін ақиқатпен аңыз 76-та шықты ма? Жұрт бірден 40 мың, 30 мың тиражбен шыққан, бірден бір айдың ішінде қалды. Жұрттың қат деген жауып кетті, мыңдаған қат. Бізге жетпей қалды деп. Содан кейін 78-ші жылы қайта басылды бұл нәрсе. Қайта басылғанда еркіндік дейіп, Әзекең жаңағы әлгі күзелген жерлерді, түзелген жерлерді қайта басып, 78-ші жылы мұтпасам, осында менде бар ол. 60 мың тиражбен ба қайта басылды. Ақиқатпен аңыз. 80-ші жылы Әзекеңе мемлекеттік сыйлық берілді. Халима Өзбақанова Әзағаңды алақанына салып баптап, қадіріне жете білген жан десек артық емес. Әзағаңның өзі Халима менің шешемдей, досымдай, дүниедегі ең жақыным деп бекер айтпаса керек. Бір сұхбатында Халима анамыз Әзілханның барлық шығармалары менің қолымнан өтті. Қолжазбаларын оқыдым, машинкаға бастым. Магнитофон таспасына түсіріп алғандарым бар. Архивтерге бірге бардым. Талай дәптерлерге құнды жазбалар көшірдім. 1979 жылы Брестке бардық. Әзілхан 4 дәптер, мен 4 дәптер деректер жинадық деп, жазушылық жолдағы Әзағаңның ізденісі жайлы сыр шерткен. Жалпы Әзекең жазушылығымен қоса мына архив ақтарудың шебері еді. Өзі журналист емес пе? Архивті жалықпай ақтаратын, және архивтің кілтін білетін жазушының біреуі. Мен енді Әзекеңнің үйінде сол кезде де талай болдым, кейін кезде де болдым. Ол кісінің блокноттары нөмірленген. Неше жүз жыл бойынша есептеліп отырады. Павлодарда жүрген кезден басталады, осы Алматыдағы кез, елден алған сұхбаты басқасы қатталып отырады. Өздер үлкен бір текшеде блокноттар жиналып тұратын. Жазушының жаны нәзік, сондықтан жүрек сырқатына ұшырау ақын жазушылар арасында жиі кездеседі. Әзілханның жүрек қабы 6 рет жарылды. 40 түн күзеткен, көз ілместен таң атырған кездерім болды. Әсіресе 1994 жылы жөргектегі сәбиімдей күттім. 40 күн шыдаған басым, 41 күні талықсып ұйықтап кетіппін. Әзілхан дүрс еткен дыбыстан шошып ояныпты. Қараса, мен ұйқыға басыппын. Осылайша жан-жарымның қуат күші сарқылса, сырқаты меңдесе, жүрегіне жігер қостым. Дертіне дауа болуға тырыстым. Азаматтың өмір бақи атпал күш иесі болып, қасқайып, қара нарша жүре беруі мүмкін емес. Сондықтан тарықса шыда, торықса сүйеніш тірек бол. Ауырса маңдайынан сипа деймін қыздарыма, келіндерме деп, ғұмыр бойы Әзағаның қамын жеген сол Халима анамыз. Жаңағыдай ренжіп жүреміз, жыл бойы айтыс тартыста, сонда үйге келеміз, басқа баратын жер. Енді көзге шалынасың. Үйге барамыз, Халима апай не әдемі ет асық қояды, не әдемі қуырдақ қуырып қояды. Сонсан біздің әлгі ашуымызды басу үшін ашты заһардан да бір шишасын қойып қояды. Әншейін ішкізбейді, соғын ұрсатты. Содан Әзекең екеуміз әлгі шабуылға шығар алдындағы солдаттар ұқсап, заһардан да қуырдақпен тартып жібереміз. Ол кісінің әлгі бойындағы стресс нені басады ішінде де. Сөйтіп күн көріп жүрдік. Бір әулеттің, қала берді бар қазақтың көрнекті тұлғасына айналған Әзілхан Нұршайықовтың махаббат әлеміндегі кіршіксіз адалдығы талай жанның жүрегіне сәуле түсірген. Артында оның мұрасы мен ізгілігімен мақтанатын ұрпағы бар. Әрине, ата мен әжем арасындағы сезім ерекше еді. Осы дүниеде гармония бар болса, сол гармонияны ата мен әжемнің бір-біріне деген ықыласынан бірден тануға болатын еді. Сол кісілер ерлі зайыпты ретінде кімде-кімге болсын үлкен үлгі еді ғой.
Жалпы әжемнің осы өмірдегі миссиясын атамыздың жары тірегі, жолдасы болы деп бағалағанымыз жөн. Атамыздан 4 бала, өзі 2 ұл, 2 қыз. 5 немере және 6 шөбере бар. Әрқайсымыз түрлі салада жұмыс істейміз. Біріміз инженер, біріміз экономист, біріміз ғылыми жұмыспен айналысамыз.